Белгісін қышырлатқан баланың құрты жоқ. Ол стресстен. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Тек балада ғана емес, тісті қайрау немесе қышырлату ересектерде кездесетін жағдай. Мұндай жағдай медицинада бруксизм деп аталады екен. Әдетте халық арасында тісті қайрауға қатысты диагноз таралып кеткен. Оны көбіне ішінде құрты бар деп жатады. Дәрігердің айтуынша тісті қайрау, қышырлату, қытырлату ешқандай құрттың белгісі емес. Бұған басты себеп балада стрессті жағдайдың өтіп жатқандығын білдіретін көрінеді. Ал екінші бір себеп баланың ағзасындағы магнийдің жетіспеушілігін білдіреді. Алдымен баланы стресстен шығаруда барынша көмек беріп, көбірек назар аудару қажет. Сондай-ақ баланы магний тұзына шомылдырып, оған магний препаратын беру керектігін ұсынады дәрігерлер. Ағзасында магний тапшылығы бар балалардың түнгі ұйқысы мазасыз, аяқтың қақсауы мен аяқтың ауырғаны жиі кездеседі. Балаларда бұлшықеттің сүйектің өсуіне стрессті жағдайда түспеуіне ықпал ететін және ең пайдалы түрі магнийдің цитратты түрі. Магнийді балаға қалай беру керек? Ем курсы 2 ай. Магний балаға ем мақсатында берілсе, 10 кг салмаққа өлшеп дозалаймыз. Магнийді баланың түнгі ұйқысы алдында береміз. Егер профилактикалық мақсатта берілсе, 5-6 кг салмағын өлшейміз. Ескерту: магний цитрат формасы кей балаларда іш жүргізеді. Ішін өткізетін болса, магнийдің басқа формасын тағайындайсыз. Малат, глицинат, элтрионат. Магнийдің цитрат формасын аш қарынға ішпеген дұрыс. Асқазанның шырышты қабатын тітіркендіруі мүмкін. Магнийдің цитрат формасы асқазан ішек жолдарында жарасы бар балаларға бермеген дұрыс.